Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай чикен дайындаудың екінші түрін үйрететін болам. Бұл ешқандай панировкасыз, дүкендегі панировкасыз жасап үйренетін боласыздар. Ол үшін біздерге құс керек, крылышкамыз керек және су керек, қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз және шемішкі май керек. Алдымен ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Суымызға тұзымызды саламыз, қызыл бұрышымызды саламыз. Егер ащылықты жақсы көрсеңіздер, қызыл бұрышты көптеу саласыздар. Мен азғантай салдым. Қара бұрыш саламыз. Және шемішкі майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Бұл чикеннің үй жағдайында жасау түрі қолжетімді рецепт, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Енді осы суымызға жаңағы құсымызды салып, маринадтауға қоятын боламыз. Бір күн тұрса, 24 сағат тұрса күшті болады. Егер асығыс болсаңыз, 2-3 сағатқа ғана осылай қойып алсаңыз болады маринадтауға. Мен 2-3 сағатқа ғана қойдым. Бір түнге қойсаңыз, одан сайын жақсы болып шығады. Осылай пищевой пленкамен орап, холодильнигімізге салып қоямыз. Оның енді 2 сағат өткен мариновкадегі құсымызды алып, ұнымыздың үстіне қызыл паприкамызды саламыз. Бұл тәтті паприка. Тәтті паприкамен ұнымызды араластырамыз жақсылап. Егер цветі жақсы қанық шықтың десеңіздер, паприканы көбірек қосыңыздар. Енді құсымызды ұнымызға аунатып аламыз. Сосын жаңағы мариновкаға қойған суымызға саламыз. Мариновкадегі суымызды төкпейміз, ол таза су. Құсымыз өйткені 2-3 қайтара жуып аламыз. Бұл мариновкадегі судың қызыл болып тұру себебі ішіне қызыл бұрыш қостық, соныкі. Енді осылай суға салып алдық. Енді судан көпіршік шыққаннан кейін құстарымызды қайтадан ұнымызға саламыз. Ұнымызға салып, аунатып, жақсылап араластырып аламыз. Егер қаласаңыздар, осылай суға салып, кері ұнға салып, 2-3 мәрте істеуге болады. Мен тек қана 1 мәрте ғана істедім. Енді осылай ыдыстарымызға салып аламыз. Бұл чикеннің түрі қолжетімді, үйде күнделікті жасауға болады. Өте жеңіл рецепт. Ешқандай смес іздемейсіз. Ауылда тұрғанда смес болмайтын дүкендер болады, көбір жерлерде. Сместі іздеп керек емес, осылай жасай берулеріңізге болады. Мен өзім тойларға, үйдегі қонақтықтарға осымен жасап келдім осы уақытқа шейін. Енді қызып тұрған майымызға жаңағы чикендерімізді салып, қуырып алатын боламыз. Ыдысымызға өте көп салмаймыз. 8 немесе 7 штук саламыз. Өте көп салып жіберсеңіздер, сыртындағы панировкасы қытырлақ болмай шығады. Сонда ескерерсіздер. Ыдыстарыңыз үлкен болса, көп салыңыздар. Егер менікі сияқты шағын сковородка болатын болса, 7 немесе 8 штуктан артық салмауларыңызға кеңес беремін. Енді ар жағын айналдырып аламыз. Осылай екі жағын айналдырып отырып, 10 минуттай, 15 минуттай қуырып аламыз. Дайындалу өте оңай. Осындай чикендер шықты, әдемі. Жасап көріңіздер.